Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай үшбұрышты голубцы жасап көрсетемін. Бізге ең алдымен күрішті жуып, жібітіп қоюымыз керек. Сосын осындай үлкен капустаны суға бір қайнатып аламыз. Ол қайнап болғанша біз салмамызды дайындаймыз. Пиязымызды, чесногымызды майдалап, турап, фаршымызға саламыз. Мен қанша грамм керек екенін астына жазып өтем. Күрішімізді саламыз. Дайын болған. Тұз бұрышымызды керегінше салып, бәрін араластырамыз. Жаңа қайнаған капустамызды алып, енді біртіндеп алып, артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Ұзынша қылып кесіп аламыз. Енді осыған кішкене дейін күрішіміз бен фаршымызды салып, үшбұрышты етіп орап шығамыз. Міне мен орап болдым бәрін. Осылай шықты. Енді подливімізді дайындаймыз. Қызып тұрған майға пиязымызды қуырып аламыз. Сарғыштау болған кезде картофелімізді саламыз. Бұл подлив өз еркілеріңізде, қалай не салсаңыздар да, қалай істесеңіздер де. Тәтті бұрыш салуға болады, ет салуға болады, ол өз еркілеріңізде. Тұз саламыз, кішкене картопқа. Үш-төрт минут қуырып, суын құямыз. Суын көп құйып жүрмеу керек. Жаңағы ораған голубцыларыңызға қарай шамалап құясыздар. Бір қайнап шықты менде. Бір қайнап шыққаннан кейін осылай шетімен голубцыларымды салып шығам. Міне мен голубцымды салып қойдым. Енді жай отта бетін жауып 40 минут қайнатам. 40 минут өтті. Менің голубцыларым пісті. Енді осыны дастарханға тарту етем. Астарыңыз дәмді болсын, өте дәмді шығар. Жасап көріңіздер ерінбей.